Бәріңе сәлем достар, бұл ойшыл каналы. Бүгінгі видеода мен мына сұйық сабынын өзі автоматты түрде құйылатын қылып жасаймын. Ол үшін Arduino құрылғыларын қолданатын боламын. Ендеше кеттік. Достар, жаңа мен мына бірінші су сабынға жасап жатырған кезде бұл су сабынның үстіңгі жағындағы басатын жері жасамайтындығын байқадым. Сондықтан мына екінші су сабынға қайтадан жасаймын. Достар, егер де осы проектіні қайталап жасаймын деушілерге, осы кодтарды мен видеоның астына схемасымен бірге описанияға қалдырып кетемін. Сонымен достар, мен толықтай жасап бітірдім. Бұл жерде Arduino'ның Uno деген платасы және де 2 серво қозғалтқыш, 1 датчик движения орнаттым. Алфутпен заказ бердің ба? Иә. Заказыңыз келді.
All Food барлық тағам түрлері және барлық кафелер осы мобильдік қосымшасында. Тез және ыңғайлы. Сілтемесі осы видеоның описаниясында қалдырамын. Ал енді достар, бұның қалай жұмыс жасайтынын қысқаша түсіндірейін. Бұл жерде датчик движениеге қолдың движениесі келген кезде су сабынның басы төменге қарай түсіп, ішінен сабын шығады. Қазір қолыма салфетка алайын. Ештеңе басып керек емес бұл жерде. Вот. Өзі автоматически жоғарыға көтеріледі. Қайтадан. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде ештеңені басып керек емес. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Егер де осындай сияқты проекттер, осындай видеолар ұнайтын болса, осы видеоға лайк басып, комментария қалдырып, және де каналға тіркелмегендер болса тіркеліп кетеміз. Сонымен видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше.